Шавкат ұтты, Жәнібек ұтты, Ломаченко да ұтты. Жалпы құтты болсын. Не айтқым келген осымен? Осымен айтқым келгені бұл емес ең басты жеңіс. Ломаченко емес. Ең басты жеңіс ол коронавирусты жеңдік. Ешкімде маска жоқ. Бәрібір дистанция жоқ. Соны жеңдік. Қалайсыңдар достар? Мен жолға шығып баратырмын. Бүгінгі влог айданасыз болады. Өйткені мен Вегасқа баратырмын. Біз жолдамыз. Далада примерно бір 40 градус ыстық. Может 40-қа жетпейді, 38-39 еді сондай. Себебі біз Калифорниядан Невадаға қарай бара жатырмыз. Кішкене ортаға қарай, яғни Лас-Вегас қаласына. Ол жақта құрғақ ыстық. Міне жаңа жолдан тоқтап, бір заправкаға анау-мынау аламыз деп, мен өзіме кофе алып алдым. Далада 40 градус ыстық, менің қолымда ыстық кофе. Клин-клиным, былайша айтқанда. Мынау, бір екі мексикандық бажа жігіт ашып алған, Ла Бажа деп аталатын буррито тако сататын ресторан. Мынау, жансерік. НАСАда жұмыс істейді жансерік. НАСАның футболкасын киіп алған. Ағаділ ешқай жерде жұмыс істемейді, өйткені қараңыздар, футболкасында ешқандай жазу жоқ. В общем, сол осындай составчикпен міне үшеуміз болып Лас-Вегасқа бойға бара жатырмыз. Бұйырса Жәнібек Әлімханұлына поддержка жасауға. Сосын тағы Шавкат төгілсек, негізінде Шавкаттың бойына бара алмаймыз. Енді болмады, иә. Тағы да мен, қымбат достар, жаңа айттым ғой, күн өте ыстық деп ше. Күн қаншалықты ыстық екенін қалай түсіндірсем болады сіздерге. Мен жаңа мына магазинға кірдім да, шоколад пен мороженое алдым. Міне шоколад, мороженое уже еріп кетті. Вот күн до того ыстық, что мороженое еріп кетті. Шықтым, сразу еріп кетті. Сондай, онша емес шуткалар бар бізде. Міне бүгінгі бой. Лома. Осы отельде болады десе. Осы отельде болады. Бүгінгі бойдың мына боксерлары, Вот она актерлер. И меня угору саласың. Дым блогер бола алмайды екенсің, брат. Блогер бола аламыз. Болу керек болса. Men. Осы жігіттің несіне жазылыңдар. YouTube'да каналы бар. Apple Travel деген. Соған жазылыңдар. Мен де Instagram'a жазылыңдар. Нөмірім 320. Достар, біз келдік Вегасқа. Дәл қазір біз міне отельдің жанындамыз. В общем, мынау отельде болады. Нақпысым жақсы. Вдруг кесіп сайын деген ғой. Бесполезно, короче. В общем, алдында хайвай отыр, у-шу, беспредел, в общем, бір айналып келеміз, тамақ ішіп аламыз да. Отель таппай жатырмыз, кстати, бар ма отель таныстарында? Жерінде екі аптадан барып саған десе ойды. Керемет жаңалық, сіздер уже влог шыққанға дейін оны естіп қоясыздар, явно. Бүгін Лас-Вегас қаласында біздің жерлесіміз Шавкат Рахмонов төбелесті UFC-да. Екінші раундта удушениемен бразилиялық Празерис па, в общем, сол бразилиялық боецті жеңіп кетті. Өте қуаныштымыз Шавкат үшін. Жарайсың Шавкат, жасай бер. Өкінішке орай біз сол бойға да барғымыз келген, Шавкатқа қолдау көрсетіп, бірақ өкінішке орай ол турнир жалпы халықсыз өтті. Сол енді Жәнібекке қолдау көрсетуге барамыз. Мына жігіттер ұялмай тамақ алып жеп отыр. Мен за рулем, маған ыңғайсыз тамақ жеп. Беттері былқ етпейді. Беттерін пышақпен тілсең қан ақпайтын жігіттер. Шавкатқа бара жатырмыз. Шавкатпен кездесіп, қолын алып, тілегімізді тілеп дегендей. В общем, по ходу дела көреміз, енді білмеймін, оны түсіре аламын ба мен қазір, түсіре алмаймын ба, может ол қарсы болады, түсірмей деп мен зыңқ еткізеді, может, если зыңқ еткізбесе, енді көреміз қазір. Мынау мне айтпақшы Лас-Вегас көшесі. Анау Нью-Йорк стилінде жасалған казино, отель казино. Мына жақта міне Тропикана тұр. Ар жақта Дисней стилінде жасалған. В общем, бірақ сіздер оны бәрін көрдіңіздер. Потому что біз бұл жақта болдық, түсірдік. Сол үшін бүгін казино нелерді түсірмеймін. Но бірақ түнде походу ойнауға барамыз плотно. Тағы миллион там дейді. Миллион там? Сосын
Абылдың каналына инвестиция деп қойса. Конкретно қотсаң инвестиция жасайсың ба? Базырақ 20 мың доллар беремін ғой. Бағана айтып едім ғой, Невада жақта өте ыстық деп. Қазір Вегаста 45 градус ауада. Міне қараңыздар. 113 по Фаренгейт, Цельсиймен ол, короче, 45 градус. Ойлаңыздаршы. Қызылорда отыр. Міне мына гостиницаның ішінде UFC-дің бойцтері жатады, походу. Себебі біз Шавкатпен кездесуге осында келдік. Бірақ где-то 10 минуттай болды, күтіп отырмыз, әлі шыққан жоқ. Жаңа бүйтіп ана терезе жағына барып айғайлағанбыз, Шавкат, шығасың ба деп. Шықпады әлі. Машинадан шығуға болмайды. Себебі мына жақта охраналар жүр. Машинадан шықсаң, короче, сразу қолыңды орап алып кетеді. Қолыңды орайды да алып кетеді да октагонға кіргізеді. Короче, МГАНумен төбелестіреді екен, сол үшін шықпай отырмыз. Мына жақта да қазақтар отыр. Отқан Алиби деген жігіт өзінше мэрсқа отырып алған. Арендаға мэрс алып адам танымаймын, өз ерінше бүйтіп. О, ане Шавкат келе жатыр, ане. Қараңыздар. Шавкат келе жатыр. Білмеймін. Кәт түсірмей қойына бірінші сұрап алайын, қарсы емессің ба деп, сосын несіл жөт түсіремін. Давайте. Біз, в общем, тамақтануға келдік, тағы да екінші рет турецкий ресторандамыз. Қазір бұйырса боксқа барамыз. Мына жігіттер, Шавкат отыр, Альби отыр. Осындай. Біз деген бой болатын гостиницаға, отельға келдік, жалпы. Казино отельда болады екен. Міне мынау паркинга. Қазір, короче, в общем, бойға кіреміз. Негізі басталып кетті. Отельдің ішіне кірдім, қазір кетіп бара жатырмын, қолда жаңа балаларға күте тұрыңдаршы деген ғой. Кет қапты. Кіріп бара жатырмыз. Ана жақта Дана Уайт жүр. Аңғарсай Дана Уайт тұр. Бір түрлі екен негізі боксты гостиницаның ішінде қараған. Короче, 818 номерда болады екен, кроваттың үстінде. Адамдар диванда отырады. Мына жақта кіреберісте өзімен тамақ алып кіруге болмайды деп айтып. И біздің балалар жаңа чипсы сатып алған ғой. Сол үшін олар ана жақта тұр чипсіді жеп кірмей жатыр. Чипсиді қалдырып кетіңдер деген ғой. Олар, короче, жоқ, біз қалдырмаймыз деп, короче, до последнего жеп жатыр чипсиді. Найманский вариант. Аға да ұялып жатыр ғой деймін. Мен енді ұялып жатырмын ғой, қош болды. Менде бар көмек. Қараңыздар, мына движняк болады. Қазір біз орнымызды тауып алайық. Орнымызды тауып алайық, түсіреміз. Орын таппай жүрміз. Біздікі секция 102. Бізді, короче, үстіге жіберді, астыға жіберді. В общем, ары, бері, жүгіріп жүріп. Біз орнымызды тауып алдық. Біздікі рингтің ішінде екен. Рингтің ішінде углында отырамыз. Боксерлар төбелесіп отқан жерде. Біз отырдық, орнымызды тауып алдық. Міне Жәнібек шығайын деп жатыр. Жәнібек Әлімханұлы Роб Бранд деген жігітпен. Ане Жәнібек бізді рингта. Мынау Жәнібектің қарсыласы Роб Бранд деген жігіт. Өте көп. Кетті, басталды. Зал тынышталып қалды, короче. Алға, Жәнібек! Достар, 2 раунд бітті. Жәнібек жақсы соққылар жіберді. Басында бірінші раундта енді екеуі де бір-бірін бұлай бақылады ма, в общем, бірінші раундта опасный моменттер болмады. Екінші раундта бірақ Жәнібек жақсы ұшарлар жіберді. Сол. Давайте, қазір 3-ші раунд болады. Сәттілік тілейміз Жәнібекке.
Сөзбен жеткізе алмаймын прям. Зал полный. Екі боксерда шықты, Ломаченко мен Накатани. Біз бүгін Ломаченкоға жанкүйер боламыз. Бірінші нокдаун бар, достар, бірінші нокдаун бар. Кеттік, жалғасады. Раунд бітті. Раундтың сонында 8-ші ма, 7-ші ма раундтың сонында нокдаунға жіберді. Алтыншы раунд екен, алтыншы раунд. Ломаченко ұтты! Жәнібек ұтты! Шавкат ұтты! Бүгін негізі керемет күн болды. Шавкат ұтты, Жәнібек ұтты, Ломаченко да ұтты. Жалпы құтты болсын. Не айтайын? Не айтқым келген осымен? Осымен айтқым келгені бұл емес ең басты жеңіс. Ломаченко емес. Ең басты жеңіс ол коронавирусты жеңдік. Ешкімде маска жоқ. Бәріне бәрібір дистанция жоқ. Соны жеңдік. Сол ғой ең басты жеңіс. Triple G. We are from Kazakhstan. Cool. Достар, біз шығып бара жатырмыз. Не айтайын, білмеймін, мен даусым естіле ма, естілмей ма. Бірақ өте керемет болды. Қазір финишерге барып тағы да айтам. Жәнібек! 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 Ол біздің жеңіс. Шавкат! Шавкат! Деп ше вообще қатысы жоқ қой боксқа айтасың. Ең қызығы залдан шығасында и бірден казино! Міне, автоматтар. Не айтқым келді? Жалпы. Вот міне кішкене тыныш жерге келдік. Жалпы өте керемет екен. Нақтан эхо шығып тұр. Мен даусым естіп жатсыңдар ма? Жалпы қымбат достар, айтайын деген, біз бұған дейін де боксқа бардық негізі. Лос-Анджелес қаласында өткенде біздің жерлесіміз Батыр төбелесті. Батыр Шүкенбаев. Ол кезде кішкене так бұлай қалай енді сыртта болды. Еще зал полный болған жоқ. Но соның өзінде де атмосфера керемет болды. Бірақ бүгін Лас-Вегаста болды, еще Ломаченко болды, жалпы главный бой. Сондықтан адам өте көп болды, билеттер қымбатырақ болды. Еще біз жалпы бір билетті $240 алдық. Жаңағы отырған орнымызға. Айғайлап даусымды ауыртып алдым. Жалпы айтайын, өте керемет болды, атмосфера керемет екен. Залдан көрген боксты ерекше. Прям бар ғой, вообще сөзбен жеткізе алмаймын. Өте қатты ұнады. Сол ең басты сол жаңағы біздің жерлестеріміз ұтты, Шавкат UFC-да ұтты, Жәнібек бокста ұтты, және Ломаченко да украиндық болғаннан кейін бізге жақын. Ол да ұтты. Сол жалпы айтарым, жеңістеріміз көп болсын. Біз енді қазір пока Вегастамыз, қонатын жер жоқ, көреміз. Сол, мен кеттім, автомат ойнайын. Ойнамайдам, ойнамайым. Мотель 6 деген. Содан номер снимать еттік. Міне 203 номер. В общем, бағасы $280 шықты. 2 кровати бар, негізі 4 адамдық орын, біз 3 адам болғаннан кейін 2 кровати бар ол. Номер снимать еттік. Шыны керек өте қымбат. Неге қымбат өйткені бүгін суббота, выходнойға түсіп тұр, сол себепті қымбат. Негізі біз до этого Айдына екеуміз трипқа шыққанда осындай мотель 6 дегендер бағасы $100, $90 сондай болатын. Қазір бізге $280 түсті.
өйткені біріншіден бұл Вегас, екіншіден бүгін выходной. Бірақ біз просто қонатын жер керек болғандықтан бізге жай ғана осындай скромненький отель снимать еттік. Менің комнатам ар жақта ма? Сенің комнатаң мына жақта. Скромный. Қазір мен сізге Насеріктің комнатасын көрсем. Мынау. Ванна іші сиясың ғой, а? Жоқ, бірақ Аканың бойымен шар екен. Ака сен мына жаққа алсаңнан бүйтіп мына жаққа жатсаң. Мен арендаға береміз деп қойсай. Жана екеуін қосамын да мен. Қараңдар енді таңдап алыңдар. Мен сендерге қазір әлемдегі ең үлкен Chevron автозаправкасын көрсеткім келіп жатыр. Бұл жақта пересменка деген тема жоқ шығар, ә? Түнгі 12-те келіп пересменкаға түсіп қалсаң обидно ғой мынандай заправка. Әлемдегі ең үлкен Chevron автозаправкасы Невада штатынан Калифорния штатына баратқанда орналасқан. 96 несі бар, колонкасы бар. Осындай